Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы неологизм сөздер. Сабақтың мақсаты неологизм сөздердің жасалу жолдарын түсіндіру, неологизм сөздерге талдау жасауды, тапсырмаларды орындауды меңгерту. Неологизм сөздер дегеніміз не? Неологизм гректің неос, жаңа, логос сөз, жаңа сөз деген ұғымды береді. Неологизм сөздер қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың, ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген жаңа сөздер мен сөз тіркестер, фразологиялық оралымдар. Мысалы, жарнама, зейнетақы, кеден, ұшақ, әуежай, ғарыш, ғарышкер, жер серігі, саябақ, жылыжай, несие, құжат, кәсіпкер, бұрқақ, тағы басқа неологизм сөздер. Неологизм сөздер тілдің лексикалық құрамына ауызша және жазбаша түрде енеді. Ауызша енген сөздердің көпшілігі тұрмыс қажетіне, мәдениетке қатысты атаулар болса, жазбаша енген неологизм сөздер ғылым мен техниканың жетістіктеріне қатысты болып келеді. Қазіргі тілімізде жасалған неологизм сөздердің көпшілігі сөз тіркестері түрінде келіп, анықтауыштық қатынаста болады. Мысалы, компьютерлік жүйе, компьютер орталығы, тағы басқа неологизм сөздер. Неологизм сөздер лексикалық және семантикалық болып екіге бөлінеді. Лексикалық неологизмдерге жаңа заттың, ұғымның шығуымен пайда болған сөздер жатады. Мысалы, теледидар, космос, баспасөз, аялдама және тағы басқа. Семантикалық неологизмдерге сөзбе-сөз аудару жолымен пайда болған сөздер жатады. Мысалы, жүйе, система, шарт, договор, шөгінді, осадки және тағы басқа. Неологизм сөздер төрт түрлі жолмен жасалады. Бірінші, бұрын-соңды тілде болып көрмеген жаңа ұғымдардың пайда болуымен байланысты сөздер. Мысалы, революция, колхоз, совхоз, кинотеатр, телевизор, спутник, бригада, фермер, тағы басқа. Екінші, бұрыннан тілде бар атауларды жаңартып, ескіні жаңғыртып, жаңаша мән беріп, түрлендіріп қолдану негізінде пайда болған сөздер. Неологизм сөздердің ұлттық тілдің байып, дамуы үшін, оның жаңа мағыналы сөздермен толықтырылып отыруы үшін мәні зор. Мысалы, зейнетақы, жарғы, төлемақы және тағы басқа. Үшінші, сөздердің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, жеделсаты, жылыжай, төлқұжат, жеделхат, әуежай, тағы басқа. Төртінші, сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, электронды күнделік, жан сақтау, органикалық тыңайтқыштар, тағы басқа. Енді бүгінгі тақырып бойынша тапсырмалар орындаңыздар. Бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс, мәтін өнертапқыш. Мәтіндегі неологизм сөздердің жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. Қостанайлық өнертапқыш Бақытжан Әлменов тыныш тұрған судан электр қуатын өндіруге болатынын ойлап тапты. Ол өзі ашқан жаңалығына патент те алды. Егер осы жаңалық өндіріске енетін болса, қуат көзі барынша арзандайды екен. Сөйтіп, қазақ елі тоқтап тұрған судан электр энергиясын өндірген тұңғыш ел атанбақ. Бақытжан Әлменовтың жаңалығының негізі судың сыртқа итеру күшін пайдалану. Тегершікпен айналып, су астына алдымен бос қапшықтар барады. Ол жерден компрессор арқылы қапшықтарға ауа толтырылады. Содан соң
қапшықтары жоғары көтеріледі. Осы судың қапшықтары жоғары ығыстыруынан пайда болған қозғалыс қуат өндіреді. Өнертапқыш Бақытжанның өзі бұл туралы былай деді: егер жаңалық жүзеге асса, нағыз техникалық төңкеріс болмақ. Себебі электр энергиясын өндіру үшін отын пайдалану, алысқа тасымалдау қажет болмай қалады. Бұл өз кезінде қуаттың мейлінше арзандауына ықпал етеді. Ал ол барлық өнім түрлерінің құнының төмендеуіне алып келеді. Өнертапқыш бұл жаңалығын 2004 жылы ашқан. Тоқтап тұрған судан әлі ешкім электр энергиясын алуды тапқан жоқ. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш жасалған ерлік. Ең біріншіден, ол Қазақстан ғылымын интеллектуалдық деңгейге паш ететін жаңалық. Мәтін бойынша сөздіктер берілген. Мәтіндегі кейбір сөздердің мағынасын түсініп, сөздіктерді дәптерге жазыңыздар. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыздар. Бақытжан Әлменовтың жаңалығының негізі судың сыртқа итеру күшін пайдалану. Тегершікпен айналып, су астына алдымен бос қапшықтар барады. Ол жерден компрессор арқылы қапшықтарға ауа толтырылады. Содан соң қапшықтар жоғары көтеріледі. Осы судың қапшықтарды жоғары ығыстыруынан пайда болған қозғалыс қуат өндіреді. Келесі үшінші тапсырма. Берілген неологизм сөздерді жасалу жолына сәйкес көп нүктенің орнына жазыңыздар. Бірінші, бұрын соңды тілде болып көрмеген жаңа ұғымдардың пайда болуымен байланысты неологизм сөздерді жазыңыздар. Екінші, бұрыннан тілде бар атауларды жаңартып, ескіні жаңғыртып, жаңаша мән беріп, түрлендіріп, қолдану негізінде пайда болған неологизм сөздерді жазыңыздар. Үшінші, сөздердің бірігуі арқылы жасалған неологизм сөздермен толықтырыңыздар. Төртінші, сөздердің тіркесуі арқылы жасалған неологизм сөздерді жазыңыздар. Керекті сөздер: төлқұжат, спутник, зейнетақы, төлемақы, әуежай, бригада, жарғы, электронды күнделік, жеделхат, жан сақтау, фермер, органикалық тыңайтқыштар. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма, берілген лексикалық және семантикалық неологизм сөздерді ажыратып, бағанға бөліп жазыңыздар. Берілген сөздер: жүйе, баспасөз, қор, шикізат, талдау, өзіндік құн, шарт, омарташы, өнертапқыш, кесте, еңбек күн, үзіліс, үйірме, жүйе, қорғау, қаламақы, сынау, жарнама, шөгінді, тыңайтқыш. Бүгінгі тақырып бойынша сабақты бекіту сұрақтары. Сабақты қорытындылаймыз. Сұрақтар. Неологизм сөзі қандай ұғымды білдіреді? Неологизм сөздердің жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. Лексикалық және семантикалық неологизм дегеніміз қандай сөздер? Неологизм сөздер неше түрлі жолмен жасалады? Қазіргі тілімізде жасалған неологизмнің көпшілігі сөз тіркестері түрінде келіп, қандай қатынаста болады? Бақытжан Әлменов не ойлап тапты? Енді үй тапсырмасы. 5-ші тапсырма.
Берілген неологизм сөздерді орыс тіліне және ағылшын тіліне аударыңыздар. Неологизм сөздер: нарықтық, электронды күнделік, кәсіпкерлік, өнертапқыш, электронды жүйе, әуежай, компьютер орталығы, даңғыл, жарнама, интеллектуалдық деңгей, медбике, құжат, үйірме. Берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Сабақ аяқталды. Сабақты зейін қойып тыңдап, белсене қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.